Қазіргі қоғамда психолог мамандығы өте маңызды. Психолог адамның жан дүниесін түсініп, оған қолдау көрсете білетін маман. Бұл тек кәсіп емес, жауапкершілік пен жанашырлықты талап ететін іс. Психолог адамдардың мінез-құлқын зерттейді және психологиялық көмек көрсетеді. Мектепте, кеңседе және жеке орталықтарда жұмыс істей алады. Психолог болу үшін сабырлы, түсіністікпен қарай алатын жақсы қабілет болу қажет. Бұл мамандықты таңдаудағы мақсатым адамдарға көмектесу. Оқушылар, бүгінгі тренингімізге қош келдіңіздер. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің тренингіміздің тақырыбы "Менің болмысым, менің күшімде" деп аталады. Қазір енді барлықтарымыз танысу шеңберіне жинала қояйық. Қазір енді барлықтарымыз өз есімімізді айтып, өзімізге бір тән қасиет айтатын боламыз. Мысалы, менің есімім Аяулым, мен аяулымын дегенде. Келесі кезек сізде. Менің есімім Айлана, мен ақылдымын. Менің есімім Райгүл, мен мейірімдімін. Менің есімім Айнұр, мен ажарлымын. Келесі кезекте менің болмысым қандай жаттығу. Қазір сіздердің алдарыңызға парақ беріледі және сол параққа өздеріңіздің қасиеттеріңізді сипаттайтын 5 қасиет сөз жазасыздар. Аяқтағаннан кейін топпен бөлісесіздер. Мен санаулымын, адал, ақылды, адамдарға қамқор бола білетін және адамдарға кез келген кезде көмектесемін. Батылмын, адалмын және де қайратты және жан-жақтымын. Кезекте бізде қасиет эстафетасы. Мен мына допты қазір басқа оқушыға "Менің күшім, менің сенімді" деп лақтырамын. Менің күшім, менің сабырлығымда. Жақсы, рахмет, орныңызға жайғаса қояйық. Ал енді балалар, біздің өткен тренингімізді қорытындылап жіберейік. Менің ерекшелігім, менің артықшылығым, менің болмысым, менің жеңісімнің бастауы. Өз жолыңмен ғана жүрсең, шыңға жетесің. Болмысымды қабылдағанда ғана нағыз мықтылық басталады. Осымен мақтан, дәл сол күш сені өзгелерден ерекшелейді. Қиындықта өз болмысымды жоғалтпау ең үлкен жеңіс. Мен өзіме сенемін, себебі менің болмысымда күш бар. Басқаларға ұқсамау әлсіздік емес, күштің белгісі. Менің болмысым, менің күшімде.